Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет бәтір нан пісіреміз. Бәтір нанды пісіру үшін бізге ұн, жұмыртқа, тұз қосылған жылы су және сұйық май қажет болады. Ұнымызға жұмыртқаны саламыз, одан кейін тұз қосылған жылы суымызды жайлап осылай біртіндеп құйып отырып, қамырымыздың басын біріктіріп, жақсылап илеп аламыз. Сұйық майымызды құямыз. Осы қосылған қоспалардың бәрін жақсылап араластырып, суымызды құйып отырып, осылайша илеп аламыз. Мінекей, мен қамырымды илеп болып қалдым. Қамырым өте әдемі болып шықты. Өте қатты да емес, жұмсақ та емес. Тура әдемі бабында болып, осылайша иленді. Қамырымызды осылай иін қандырып аламыз жақсылап. Енді оны табаққа салып, тындырып қоямыз. Мінекей, менің қамырым тынды. Әдемі болып шықты. Енді осыны майда бөліктерге бөліп, кішкентай зуала жасап қоямыз. Тағы да тындырып қоямыз. Одан кейін 3-4 минуттан кейін алып, қамырымызды осылай саусақпенен жаймалап, дөңгелек формаға келтіріп, жая берсек болады. Одан кейін оқтауымды алып, ұнымды себелеп отырып, осылайша қамырымды айландыра отырып, осылайша қамырымды жайып аламын. Мінекей, мен қамырымды жайып болып қалдым. Өте әдемі болып жайылды. Енді осы қамырыма сұйық май жағып шығамын. Барлық жеріне тигізіп, сұйық майды осылайша жақсылап жағып шығамыз. Мінекей, жағып болдым. Одан кейін қамырымды рулет сияқты қылып осылайша орап жатырмын. Қамырымды орап болғаннан кейін оны қайтадан осылай дөңгелетіп шығамыз. Ұшын қамырдың арасына кіргізіп, қамырдың үстінен басып, осылай дайын болған қамырымызды кішкене тоңазытқышқа салып қоямыз жарты сағатқа. Енді келесі нандарды жаю үшін арасына салатын салмасын дайындап жатырмын, начинкасын дайындап жатырмын. Бір пияз алдым және аскөк алдым. Осы пияз бенен аскөкті осылайша ұсақ қылып турап аламыз. Өте ұсақ қылып тураймыз. Аскөкті де солай ұсақ қылып турап аламыз. Одан кейін келесі қамырымызды жаямыз. Мінекей, жайып болып қалдым. Енді бұл қамырымызға да жаңағы сұйық майымызды жақсылап жағып шығамыз. Енді үстінен пиязды осылай себелеп шығамыз. Қалың қылмаймыз, жұқа қылып, әр жерден осылай себелеп шығамыз. Одан кейін аскөгінде осылай себелеп шығамыз. Енді қамырымызды рулет сияқты тағы да осылай бүктеп орап шығамыз. Мінекей, орадық. Енді дөңгелетеміз былай. Ұшын қамырдың арасына тығып, осылай әдемелеп, бұны да тоңазытқышқа салып қоямыз. Мінекей, қамырларымызды қайттан тоңазытқыштан алып, бәтір нан жасап жатырмыз. Табаның түбіне сай келетіндей етіп, кішірек қылып осылай бәтір нанымызды жайып аламыз. Аса үлкен қылмаймыз, кішірек қылып. Пияз, укроп қосылған жаңағы қамырымыздың илену кішкене қиындау болады. Илалап, оны да жайып аламыз. Табаны қыздырамыз, кішкене май құямыз. Сөйтіп жаңағы дайындаған қамырларымызды
саламыз. Айландыра отырып осылай пісіріп аламыз. Астын үстіне, үстін астына аударып осылай пісіріп аламыз. Мінекей біздің бәтір нанымыз да әдемі болып пісті. Енді осы дайын болған бәтір нандарымызды әдемілеп ыдысымызға салып, тәрелкемізге, дастарханымызға қойып, шайымызды іше берсек болады. Сіздерге менің жасаған бәтір наным ұнаса, лайк басып, маған тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар.